Міне мынау Медеуден шықтық, сосын река Горельник дейді. Құрметті көрермендер, сіздер Қаланың Қазағы атты YouTube каналында тамашалап отырсыздар. Бүгінгі каналымыздың қонағы Көкшетау өңірінің тумасы Қанат Дәрбайқызы. Саламатсыздар. Қанат, менің каналыма қош келіпсіз. Сіз қазір бір жағынан зейнеткерсіз, екінші жағынан өзіңіздің қызметіңізді алып жүрсіз бірге. Көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күйіміз өте жақсы. Мен сізбен енді көптен бері танысызбыз, бірақ бір ситуация мені қызықтырды. Сіз бала кезіңізде мынау туризм, альпинизммен шұғылданыпсыз. Сондықтан осы бір тақырыпты кеңірек талқыласақ деймін. Қанат, мынау жас кезіңіз, бала шағыңыз қай жерде өтті, қай ауылда, әке шешеңіз туралы айтып кетсеңіз. Мен Көкшетау облысы Арықбалық ауданы, бұрынғы қазір Саумалкөл. Әлжан ауылында тумасымын. Сол ауылда әке шешеме сол ауылда тұрдым, оқыдым. Әке шешем анамда, әкем де мұғалімдер. Мен 8-ді класты бітіріп, қалаға медучилищаға медсестралық отделение оқуға түстім. Соны 2 жыл оңай оқып, бітіріп, Көкшетау облыстық ауруханасына медбике болып орналастым. Қанат, кішкене мынау балалық шағыңызға тоқтай кетейік. Ол кезде мынау кеңес үкіметінің тұсы ғой. Ауылдың тұрмысы қалай болды? Әке шешеңіз немен айналысты? Қандай мәдени орталықтар болды ауылдарыңызда? Қандай жұмыс болды? Немен айналысты ауылдарыңыз? Соны айтып кетсеңіз кішкене. Біздің ауыл енді қазақ ауылы. Әкем мектепте директор школы болды, мектеп директоры болды. Шешем Бастауыш мектептің мұғалімі болды. Ауылда 8 класс оқыдым. Біздің ауылдың мәдениеті бәрі жақсы болды. Ол кезде совет үкіметі кезінде клуб та болды, кино бәрін көрсетіп тұратын, концерттер келіп тұратын. Бірақ сондай бұрынғыдай қазіргідей спорт немен айналысуға ондай мүмкіншілік болған жоқ. Ауылдың жай тұрмысы бәрі жақсы. Еңбек ері ағамыз болды. Ауылда жол бәрі жақсы болды. Ауыл в основном ауыл шаруашылығы бізде егін отырғызу болды, және мал шаруашылығымен айналысты. Ауылда бүкіл кісілер жұмыс болды, бәрі қамтамасыз етті, жол бәрі болды. Еще көл бар, Ақкөл деген көліміз бар. Жидек, жеміс жидек бәрі мол болды. Сол елдегі Рамазан Кенжетай деген ағамыз еңбек ері деген атақ алды, сол еңбегінің арқасында. Социалистік еңбек ері? Иә, социалистік еңбек ері ағамыз болды, папамның үлкен ағасы. Бәрі жақсы болды. Балашағым жаман өтті деп айтпаймын, өте жақсы болды. Мектепте бір класты сыныпта оқығанда неше оқушы болдыңыздар сол кезде? Мектепте 22 бала болды. Мен 8 классқа дейін оқыдым. Қызыл аттестатпен бітіріп, Көкшетау қаласының медучилищесіне оқуға кеттім. 9-10-ға барамаған жоқпын. Өзім менің бүкіл айтайын династиям деуші еді, сол бәрі мұғалімдер. Мен не болғым келді? Медбикелік оқуға барғым келіп, бәрінің несін бұзып, сол медучилищаға оқуға түстім 81 жылы. Династияны кішкене былай өзгертіп жердіңіз? Иә, өзгертіп жердім. Соны аман есен бітіріп, 78 жылы түсіп, 81 жылы бітіріп, Көкшетау қаласындағы облыстық ауруханаға медбике болып жұмысқа кірдім 81 жылы. Уже 44 жыл жұмыс істеймін. Зейнетке шықсам да, әлі сол қызметімді жұмыс істеп жатырмын. Аллаға шүкір, бәрі жақсы. Мектебіңіз қазақ тілді мектеп болды ма? Әрине, иә, қазақ мектебі, қазақ ауылы, бәрі қазақша болды. Ал енді мынау бүгінгі тақырып сіздің қалай туризм мен альпинизмге келгеніңіз туралы. Ал енді өзімізде ауылда туып өстік қой. Енді балаша айтқанда
ауылда туып өсіп білім алып далаға шыққан қазақтың қара домалақ қызы туризм мен альпинизмге шалғай жатқан спорт түріне қалай келді? Ауылда сондай спорттық кешендер онша болған жоқ, и онда бізбен тренер ештеңе болған жоқ. Мен осы медучилищені бітіріп облыстық ауруханаға жұмысқа келгеннен бері сол бізде бірге істейтін қыз сол айтты, туризммен шұғылданып жүрмін, баратын кісі бар ма деп. Мен қызықтандым, бірге сол қызбен бірге барып, сол клубтарына, Синегория деген клуб болды Көкшетау қаласында. Мен де қызығып, сол қызбен бірге барып, ұнатып, содан бастап туризммен жаяу туризм деп айтады, сонымен шұғылдана бастадым. 83 жылдан бастап. Специально сондай клуб болды, өте маған ұнады. Тренеріміз болды клубта Көкшетау қаласында. Демалыс сайын Боровойға, осы Садовойдағы специальный алаңдар болды, сонда барып шұғылдандық, дайындалдық. Өте ұнады. Демалыс сайын басқа қазір Россия дейді ғой, Ресейдегі көп қалаларға бардық, конкурстарға, жарыстарға. Мынау өзі клубыңызда неше бала сонда шұғылданыңыздар? Өте көп болды. Біздің өзіміз бөліне алғанда менің группамда где-то 15 бала болды, қыз жігіттер болды. Өзі әден тренеріміз болды, Николай Голубов деген. Сол бізді дайындады. Сол бір маршрут дайындады. Солтүстік Тянь-Шаньға баратын жігіт қыздар барасындар ма деп бізді сол тренировка жасап, соған дайындады. Сонда қай жерде дайындалдыңыздар? Біз көбінесе Боровойға бардық, сосын Көкшетаудағы спорт залдарға бардық. И осы Садовойдың қасында бір не бар, кішкентай таушық бар, сонда жартас бар, сонда дайындалдық көбінесе. Ал енді сіздің маршрутыңыз туралы айтып берсеңіз? Норматив бердік. Оны қалай осын ала салмайды ғой бұндай жарысқа. Әделі бізге справка берді. Кім оқыдық, бізге мынандай справка берді. Горный деген 100 сағат оқыдық, сосын өттік, мынандай экзамендер бердік. Хорошо деген, сосын зачет деп, сосын бізді қабылдады. Бұл қазірше айтқанда сертификат қой? Сертификат қой, ол кезде справка деп айтады ғой. И міне мынау неғылған 16 июньнен бастап 29 июньға дейін біз солтүстік Тянь-Шаньға бардық. Біз осы Көкшетаудан пойызбен Алматыға бардық. 2 күн бойы Медеуде адаптация болды. Содан кейін барып біз 6 күн солтүстік Тянь-Шаньның жиегімен Исик-Кульға дейін бардық. Мынау енді сіздің сол кезде жасаған альбомыңыз ғой? Иә, ол кезде осындай. Жаңағы сертификатыңыз? Иә. Мынау сіздің өзіңіздің оформлять еткен суретіңіз? Суретіміз. Мынау справка, что действительно мен өтті деген. Северный Тянь-Шань, Синегория, 16 июнь, 29 июньге дейін, 84 жыл. Бұл сол маршрут болып тұр? Иә, бірінші категория сложности дейді. Енді бірінші, екінші, үшінші болады, оны бірінші біздікі. Мен мынау біздің пойызбен, маршрутымыз қандай жерде қалай жүргеніміз. Көкшетаудан 16 шықтық, Алматыда 17 болып, 3 күн осында болдық, адаптация болды. Сосын тау арқылы 26 күн солтүстік Тянь-Шаньмен өттік, сосын Исик-Куль көліне келіп 2 күн демалдық. Сосын сол жақтан автобусға мініп Алматыға келдік 28-і. И Көкшетауда 29 болды. Пойызбен кейін қайттық. Мынау біздің барған құрамы 12 адам. Ол кезде жас балаларымыз ғой, жас қыздарымыз, мінекей мынау солтүстік Тянь-Шаньның суреті. Ол кезде цветной болған жоқ, мынау любительский фото дейді ғой, сондай болды. Міне мынау осылай болдық. Андай мынау
Палаткаңыз? Иә, палаткамыз бұл Алматыда 3 күн адаптация болғанда, сол медеудің үстің жағында былай алаң тауып алып, сонда былай палатка қойып демалып жаттық. Енді адаптация ғой, горный негізі өте қиын ғой, пока үйрену. Мынау біздің сол бірге барған қыз жігіттер, мынау жігіт 9 класс оқитын. Міне мынау менмін. Міне мынау сол осы қыз мені алып барған. Біз так мында әртүрлі профессияның жігіттері бәрі Енді оқушылар да бар. Оқушылар да, жұмыс істейтіндері де бар. Лентоткацкий фабрика болды, содан да бар қыздар, жігіттер. Студенттер болды. Міне мынау сол бірге барған тау мынау не қар жатады, июнь айы болса да қар жатады. Ызғар болады. Міне мынау сол медеуінің қасындағы мынау тауымыз дайындалып жүрдік қой, бәрін дайындалып. Медеуден адаптация болды. Иә, міне мынау біздің басшымыз болды, осы жігіт бізді алып барған. Басшыңыз руководитель ол Николай деген. Ол кісі бар ма енді қазір? Ол кісі Россияға кетті, қазір хабары жоқ. Мынау не мынау тауды жерде мынау тасты тазалап осыған палатка қоямыз. Астымызға тас батпау үшін иңгіші тазалап аламыз бәріміз шығып. Міне мынау сол жерде мінекей жауып қойып тамақ дайындайтын жер, мына керогаз алатымыз бірге, соңында міне мынау жел ғой, жауып не қыламыз. И беттеріне маска киіп алады, бетіміз бәрі күйіп қалады. Міне мынау бірге барған жігіт тамақ көріп жатыр, дайындалып. Міне мынау перевалға уже перевал Советов дейді, ең үлкен. Бір-бірімізде мінекей дайындалып, киініп, беттерімізде бәрімізде маска, бет қатты күйеді. Міне мынау менмін. Мына жіппен бір-бірімізді байлап алып, жоғалып қалмау үшін солай көтерілдік. Міне жігіттер бәрі қыздар киініп дайындалып келе жатырмыз. Сағат таңғы 5-тен шығып, где-то 10-11-ге дейін жүреміз, сосын демаламыз. Неге десеңіз, таң қар қатты болады, жүре аласың. 11-ден кейін қар ериді, жүре алмайсың. Қардың биіктігі 1-2 метр түсіп кететін болғасын. Мінекей демалып отырмыз, мынау қар. Қыздар загорать етіп жатыр, кто как солай жатыр. Иә, перевалный. Мінекей мынау арасында демалып не ауқаттанып аламыз, кішкене шоколад тереді, не береді, сусын ішіп, сосын әрмен қарай жүре береміз. Міне мынау уже тоже жайлау уже, анау қардан түсіп жайлауға келдік, тоже мына тамақтанып не отырмыз. Иә, астыңғы жағы уже бұл қар жоқ жағы. Міне мынау тоже теншен, который мінекей міне бір-бірімізбен жіппен былай мініп келе жатырмыз. Міне мынау оборудование, бәрін өзіміз 20-30 килограммнан тасыдық қой біз. Қыздарға чуть-чуть жеңілдеу бердік, ұлдарға ауырлау осылай. Керогаз, бензин, спирт бәрін өзімізбен сүйреп алып келдік. Су бәрі бірге, иә. Міне мынау жігіт дайындалып жатыр, міне мынау қыздар күнге киіп отыр, демалысы уже мынау әрмен қарай жүруге болмайды, сол жерде дайындаламыз. Мінекей мынау уже тоже мінекей немен келе жатқан. Демалып отыр, шай ішіп отырамыз, арасында шай қайнатып ішеміз. Міне тоже мына жерде тамақ дайындап жатыр. Міне жаңбыр жауғанда жүрмейсің, міне былай палаткамызды құрып, үстінен целлофанмен жауып қойған. Анау қардың үстінде лыжамен жүрмейсіз бе? Жоқ, пеший, у нас же пеший же, жаяу несі. Міне мынау тоже ықтап отырып, жел не болады, күннің көзірі, да, сонда шай ішіп отырмыз, су ішіп отырмыз, қыздар демалып отыр. Міне мынау уже неден түсіп, тәншіннен өтіп, міне мына метеостанция дейді, әлгі ауа райын білетін. Бұл уже Қырғызстанның территориясы уже. Жайлау, онда жайлауға бардық, шай іштік, қырғыздар бізді көп не қылды. Иә, оларда не болды, шай берді бізге, не берді, жақсы қарсы алды. Мінекей мынау жаңбыр жауғанда сол уже түсіп келе жатырмыз. Уже бұл жақта жасыл ғой, фотолар не ғой. Цветной бол жоқ қой бізде, осындай бұрынғы 84 жылғы. Мінекей мынау перевал Ақсу дейді, уже Қырғызстанның территориясы. Иә, вот соның перевалы тоже биіктігі немеке. Осы жерде демалып отырмыз, беттерімізде перделер, чтобы күннің көзіне демеуге. Міне мынау қар, где-то 5 метр ма биіктігі осылай. Осыдан осылай бірінші адам бізге не істейді, саты сияқты істейді, соның ізімен түсеміз, құлап қалмау үшін. Мынау уже Қырғызстанның несі. Мынау уже
Исіккөлға келдік. Исіккөл деген бар ғой, Исіккөл деген көл. Сонда 2 күн палатка құрып демалып жаттық. Көлге түстік. Палатканың ішінен көрсетіп тұр. Міне қыз сыртында, міне мынау тоже сыртында, міне мынау облепиха өсіп тұр, жүгіп екен. Прямо Исіккөлде болдық. Қырғызстанда жайлауға түскенде, анда киіз үйлер болды. Кіріп амандасып, сонда қырғыздың жақсы кісілер шайға шақырып, шай берді бізге. Бауырсақ, май, бәрі бар. Киіз үйдің ішінде? Киіздің үйдің ішінде, сосын олар шайды кесенің түбіне ғана құяды екен. Бізде көбінесе орыс халқының жігіттері болды, олар алады да шайды ішіп қояды. Сосын қайта бере. Сосын мен қырғыз әйелін айтам, қазақша түсінеді ғой, оларға толтырып құйыңыздаршы, олар бітті-біттіден түсінбейді. Еще айтады, а че бұл алыс құяды деп. Мен айтам, толтырып құйыңызды деп, ана кісі күліп толтырып құйып, сосын шай іштік, қымызда берді, жақсы қарым-қатынас болды. Содан кейін шығып, бір грузовой машина келді, соған бізді мінгізді да, бір үлкен өзен бар екен, соған бізді машинамен апарды, өткізді перевалдан. Көпірлері. Тербелмелі ме? Я, тақтайлар ашық тесік, біз қорқып, өзенге түсіп кетеміз. Кісілер үйренген ғой, сол бізді судан өзеннен өткізіп жеріп, Григорканың ауылына апарып тастады. Сонда қандай жақсы кісілер, ол кезде бәрі сен деген жоқ, бәрі жақсы болды. Тамаша. Компоттарын іштік, жедік, солай болды. Сонда сол неге Исіккөлда 2 күн прямо суға түстік, демалдық. Өзі планда бар ғой, сондай немен барған ғой. 2 күн демалдық. Сол жерге палаткамызды құрып, көлге түстік, тамақ істедік, ешкім ештеңе жоқ, көліне бардық. Содан кейін Исіккөлдан автобус, уже маршрут бойынша сондай белгіленген маршрутпен Алматыға автобуспен келдік. Исіккөлден? Исіккөлда, Фрунзе қаласын өттік, ол кезде Фрунзе, қазір Бишкек дейді, ол кезде Фрунзе, Алматыға келдік. Несі шағып жүрген білем, әйтеуір қалалар, ауылдар бір-біріне прямо жабысып жатыр. Мен ойлаймын, неге бітпейтін ауыл, қала деп, сонда біздің бастық айтады, оларда жер аз ғой дейді, тасты жер ғой дейді. Таулы жер. Сондықтан ауылдар бір-біріне жақын. Әдемі, тап-таза, жақсы болды. Солай Алматыға келдік. Алматыдан 1 күн болдық та, пойызбен өзіміздің елге қайттық, қалаға, Көштауға келдік. Көштауға келдік. Сонымен, сонда 10 күнде жүрдіңіздер ме? Солай 2 күн деді. 12 күн жүрдіңіз? 6 күн анда, сосын адаптация несімен 12 күн жүрдік. Барлық қосқанда. Сондай, қандай әсер болды сонда? Күшті әсер болды ғой, енді жаңа жерді көрдіңіздер? Жаңа жерді көрдік, мынау өткенді бұлай шаршап, қалжыраған жоқ. Қада адам көңілмен, немен, настроениемен барса, шаршау дегенді білмейсіз ғой, ондай жаста болдық қой. Ешқандай ұрыс, төбелес жоқ, сен әкел, мен әкел деп, күшті бір-бірімізге көмек төсіп, сондай ұйымшыл болдық. Қар, дала ан жақын не болса, ол қар ерімейді дейді, только сол 11-ден бастап жұмсары, сол кезде жүре алмай қаларсың. Батып кетесің қарға. Мақта сияқты, жүре алмайсың. Сондықтан біз таңғы 5-тен шығып, где-то 10-11-ге дейін уже қардың состояниесін көреді. Если уже не алса, тоқтатып, сол жерде перевал жасап, 1 күн сол жерде қаламыз. Қанша жүреміз, сонша жүреміз. Ол енді уже біледі ғой, уже қанша жүретін ол кісілер, уже опыттары бар ғой, уже. Солай бардық. 14 класстың баласымен, ең үлкен сол бір 22-23-те шығармыз, ең үлкен. Студенттер болды, жұмыс істейтін болды, лентоткацкий фабриканың. 1-2 бала колледжде, училище қой, ол кезде оқитын болды. Көбі жұмыс істейді. Біздің руководитель, шын айтса, біз ақша жинаған жоқпыз. Бәрі туризм не берді. Үкімет берді. Өзімізбен бір ақша алған шығармыз. Өзім бір ақша жұмсаған жоқпын, шын айтам. Енді таудағы жоқ, шын айтам. Нағыз біз әлгі демалыс күндері туристический нелер болады ғой, всякие фестивальдар, не бар, неге бар, Красноуральского, Первоуральского. Онда только пойызға ғана билет аламыз вроде бы. А вот нелерді, паёк, бәрін турклубтан сондай бір ақша шығындап ештеңе болған жоқ. Бәрін үкімет
ол кезде бәрі тегін болды ма, бәрі тегін болып, бәрін үкімет төледі. Жақсы екен. Ақша жағдайын даже уайымдағанда жоқ деп, ондай ешқандай уайым болған жоқ. Киімді ғана дайындадық, сосын ол кезде енді бәрі қолмен тігетіміз. Паралон, нені астымызға төсейтін, нені бәрін өзім қолмен тіктім. Сыз өту үшін әлгі холодильник нелерде болды, как называется ондай әлгі? Пенопласт? Пенопласттан өзіміз тіктік. Не жоқ, плащтар болды ғой былай әлгі, соны кесіп, содан тіктік. И спальный мешок бәрін өзіміз тіктік. Біз даже ол кезде бәрі не болды ғой, енді көп сондай киімді алған жоқпыз, неді алған жоқпыз, Аллаға шүкір. Барарда бір таза киіміміз болды, и сосын специальный не киім кидік біз әлгі. Как называется әлгі? Ветровка сияқты ма? Иә, ветровка и несі, материал қазір коричневый, солдаттардың киімдер тігуші еді, сондай киімдер. Брезентовый? Иә, брезентовый тіктік, потому что қар, су не болғанда, чтобы не қылмау үшін. Бір кроссовки, бір бәтеңке, и все. Больше артық киім болған жоқ. Жақсы. Не, санаторий бар ғой, соның жақта санаторий, біз бер жағында жаттық, ешкім ештеңе деп айтқан жоқ, жақсы болды бірақ. И мынау уже Боровойда осылай дайындалып, мінекей мынандай осындай нелермен. Ең уже дайындықты осы Боровойдан өтеміз. Иә, дайынданған кейін уже сосын зачет береміз, зачеттан кейін только кім барады, сол барып деп, сонда ғана рұқсатымен төке шығамыз. Бастион деген не? Апрель айы көрдіңіз бе? Біз апрельде дайындалдық, июнь айында уже жол жүрдік. Специальный зачет. Я, мен 84 жылы, 22 жасында. Иә. Уже Алматыда қыдырған әлгі не су ішіп жатырмыз. Алматыға түсіп су жатсыңдар. Иә, уже Алматыға келдік, уже Ысықкөлден автобуспен келдік, сосын пойызға мініп елге оралдық. Шөлдеп қалғансыздар ғой. Иә, ол кезде қызық қой бәрі. Жас ауыл не келген. Неше шақырымда жүрдіңіз деп ойлайсыз? 115 километр жүріп біз. 115 километр? Иә, жаяу, пешком 115 дейді. 115 километр осы таудың бөктерімен, жаяу жүрдік. Сонда ол неше күн болып тұрсыз? 6 күнде жеттік біз. 6 күнде? 6 күнде, иә. Таумен, да. Таумен 115 шақырым жүру 6 күнде. Білмеймін, оны жай адам жүре алмайды әрине. Енді онда жас болдық, не болдық. Бізді, видите, мынау справканы береді, ең бірінші, біздің руководитель барып айтады, сондай маршрут өтті дейді. Біз июнь айында болдық, бізге только справканы действительно декабрь айында берді, қорғадық, защитаны деген. Сосын бізге атақ берді, турист, турист, пешейдің несі, первый категория деген бізге атақ берді, бірінші категория деп. Июнь айында болдық, нені только декабрьде берді. Біздің бастығымыз барып, Алматының өзінің специальный несінде барып қорғады. Сонда сіздер уже бұнан кейін өздеріңіз жүрулеріңізге болады, иә? Да, жүруге болады. Дербес. Иә, осында келгесін уже біз жай, осы местный бүкіл жерлерде болдық, осы Бурабайды басынан аяғына дейін өттік, көп жерлерде болдық. Бурабайдың, иә, қазір бұрын Бурабайда қалай, кісі аз болды, жүруді да оңай болды, ешкім ештеңе кедергі жасамай, көп жерлерде жүрдік, жақсы болды. Өте сондай не. Ол кезде бәріміз, бас құлттар болса да, бәрі бір-бірімізді сыйлап, бір-бірімізге көмектесіп, солай жүрдік. Ол кезде шекара деген де жоқ? Шекара деген жоқ. Аллаға шүкір, бәрі жақсы болды. Қырғызстанда болдыңыз? Иә. Бұл маршрутта ең бірінші бастығымыз барып, Алматыдағы осындай туризмнің несіне, республиканскийға не барып, ең бірінші рұқсат алады. Келісіп алады. Сосын ғана олар рұқсат берді, сосын ғана бізді жіберді. Ең бірінші хабарласып, сосын Алматыға барып, сол республиканский туризм несіне бастығына барып, рұқсат алып, сосын ғана біз шықты осы. Ресми түрде сіздерді тіркеп? Да, ресми түрде, иә. Егер бірдеме болып қалса, көмекке де келулеріне де олар. Ал сонда сол кезде байланыс жағы қалай болды? Мысалы қазір сотовый, спутниковый нелер болады. Өз жағын шын айтайын, онда жаспыз ғой, білмейміз, бәріміз бастығымызға сенген, ол кезде қорқыныш жоқ, ештеңені ойламайсың, бәрі жақсы деп жүре бересің.
ешқандай ондай аңдарда кездескен жоқ. Енді әдейі дайындағасын білет шығар ғой кісілер маршрутын бәрін. Біз жаспыз, впередте жүрдік Аллаға шүкір. Сіздер енді максималистсіздер ғой. Иә. Море по колено деңіз. Ондай қазіргідей бәрін уайымдағы қорқыныш жоқ. Кісілер де жақсы болды ғой. Тыныштық, ешкімге не қылмайды. Қырғызстанда да болғанда қырғыздың кісілері прямо жақсы қарсы алып жайлауда шай беріп, күшті бізді күтті өзі. Олар машиналарынан міндік, анандай перевалдардан айдағанда қорқасың, мынандай таулар ғой. Біз ондайды көрмеген, так бәрі жақсы болды. Біздің де таулар шамалы емес қой енді. Мына Бурабайдың таулары. Онда да көп жүрдік біз. Не айтып отыр, бізде не болды специально. Анау Павлодардың самолеты қай жылы 70 қай жыл құлады Ан-2. Соған несіне дейін мініп, біздің Бурабайдың шынына мініп, останки дейді ғой, енді қалдықтарын көрсетті бізге самолеттің. Осы туризмнің арқасында ғой бәрін көріп не қылған. Сонда көп қалдықтар қалды ма екен? Үлкендер жатты. Бізге не көрсетеді, соны не қылдық қой. Өзде қазірге дейін тыңдамайды емес, ол кісілердің айтқанымен жүрдік қой, бәрі жақсы болды. Қазір осындай жастар осындай спортпен шұғылдана ма қазір? Қазір көбінесе ести мектептерде бар. Кейбір мектептерде, мына 13 мектепте мен көрдім туризммен. Енді бұрынғыдай былай отдельно жоқ, каждый өзінің саласында ғана дайындайды білем. Так жас балалар көбінесе мектеп оқушылары. Үлкен кісілерде хабарым жоқ. Үлкен кісілердің енді шоралары басқаша ғой. Мүмкін. Экономикалық жағдай. Қазір мен іздестіріп, не қылып қарадым, қай жерде не бар деп. Жоқ. Тек ана неден қараймын, мектептерде. Автогородоктағы 13-11 мектептерде жақсы развиті ондай не. Олар шұғылданады. Шұғылданады, прям жарыстарға барады, көрем, ылғай қарап отырам. Қалада медбике болып жұмыс істеймін ғой, бірге істейтін бір жолдастарым бар, енді бірге істейтін медсестралар бар, 4 қыз, өзіміз бірге қыламыз. Оларды да демалыс күні рюкзактарын алғызып, жылда неге апарам, Бурабайға, Шалқарға, Имантауға апарам да, тауларға неғып жүргіземін. Олар қазір звондайды, осы 1-2 жыл кішкене денсаулықтың сырына қарай ма, ешқайда барған жоқ, барайықшы бір жаққа деп жалынады. Енді Алла жаса, осы 21 күніне июньнің тағы осы Бурабайға сол қыздарды жинап баратын болып дайындалып жатырмыз. Немерелермен де осы музей нелерге демалыс болса үйде отырғызбай, бірге жүреміз, бірге барамыз, Зерендіге алып барамын. Балалар уже немерелерін білет, апака не может спокойно сидеть деп. Аллаға шүкір, осылай жүріп жатырмыз. Құрбыларыңыз енді күтіп жүр ғой сіздерін? Күтіп жүр, 21 күні уже пландап қойдық. Тамаша. Алла жаса осы. Жолдарыңыз болсын. Әмин, айтқаныңыз келсін. Құрметті көрермен, мынау енді біздің әңгімемізді тыңдап тамашалағандарыңызға көптен көп рахмет. Енді жастарға айтатыным, осындай салауатты өмір сүріп, осы біздің Қанат Дәрбайқызы сияқты спортпен, активті түрде демалыспен шұғылдансаңдар, өте нұр үстіне нұр болады деп ойлаймын. Сізге көптен көп рахмет, Қанат Дәрбайқызы, әңгімеңізге. Бұл жастарға өте үлгілі нәрсе. Жұмысыңызға табыс тілеймін. Денсаулығыңыз мықты болсын. Көптен көп рахмет әкімеңізге. Сізге де рахмет, осылай мені шақырып сұхбаттасқаныңызға. Еңбегіңіздің жемісін көріңіз, денсаулығыңыз мықты болып, немерелеріңіздің әлі екеуміздікі қызығын көріп, осылай аман есен жүре беріңіздер. Амин. Көптен көп рахмет, құрметті көрермендер. Осы мынау бүгінгі видеоканалға тамашалағандарыңызға көптен көп рахмет. Лайк басып, жазылуды ұмытпаңыздар.